Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін піскеннен кейін езіліп шашырамайтын варениктердің рецептімен бөлісемін. Ұнаса басқа рецепттерді жоғалтпай көрулеріңіз үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды жаямыз. Қамырдың рецептісі арнамда бар, сол жерден қарасаңыздар болады. Қамырымызды жайған соң осындай дөңгелектің көмегімен, болмаса стақан, кесенің көмегімен де бола береді. Дөңгелек кескіштің болуы маңызды емес. Осылай бөліктерге бөліп, кеуіп кетпес үшін салафанға салып қойыңыздар. Енді әр кесілген қамырды алып, оған салмамызды саламыз. Менде картоп пен пияз піскен, сіздердің өз қалауларыңыз. Салмамызды нығыздап салуымыз керек, себебі аз салсақ піскеннен кейін варениктеріміз отырып қалуы мүмкін. Енді шетін жауып, мантаваркада немесе пароваркада 25 минут қайнатамыз. Қасына саңырауқұлақтан соус жасауға болады. Ол үшін саңырауқұлақты турап, табамызға сары май салып қуырып аламыз. Міне піскеннен кейін үстіне сливки құйып 2-3 минут қайнатамыз. Одан кейін блендермен езіп аламыз. Міне варениктарымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, езілмей піседі. Астарыңыз дәмді болсын.